Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушыларым. 9 сынып бойынша химиядан білім алушылардың білім жетістігін бағалайтын мониторингтің бойынша дайындық тестілерін қарап өтейік. Мынау бірінші нұсқасы. Бірінші сұрақ. Мына электрондық формула 1s2 2s2 2p2 сәйкес келеді қайсы атомға? Калий атомына, S6 плюс ионына, азот атомына, көміртек атомына, O2 минус ионына. Бірден сіздер мына екеуін Е мен Б-ны сызып тастасаңыздар болады. Сіздерге калий, азот немесе көміртек атомы осы үшеуін біреуін қарастырасыздар. Енді санап өтейік. 2, 2, 4, 6. Егерде 6 болса, бізге қайсысы сай келеді? Калий. Калийде бізде 6 орында тұрған жоқ. Дұрыс па? Сондықтан да солай Менделеевтің кестесі бойынша қарап отырасыздар. Калий, азот бізге сай келмейді. Мынау формула бойынша, электрондық формула бойынша бізге только көміртек атомына сай келіп тұр. Углерод сіздерде көміртек 6-шы орында. Сондықтан да мына 2, 2, 6 бізге міндетті түрде саны сай келу керек. Екінші сұрақ. Реттік номері 15-ке тең элемент атомының энергетикалық деңгейі. Энергетикалық деңгей жаңағы мынау 1, 2, 3 деген осы деңгейлер. Реттік номері 15-ке тең. 15-ке тең реттік номері қандай бізде металл тұр? Ол бізде фосфор металл. Энергетикалық деңгейі қанша болады фосфорда? Бізде 3 болады. Түсінікті. Дәл осы электрондық формуланы жазып шығып, есептеп жерсеңіздер болады. Электроны 6, протоны 6, нейтроны 6-ға тең элемент атомының салыстырмалы атомдық массасы. Енді бұл атомды тауып алсаңыз болады. Ең алдымен электроны 6-ға тең, протонды 6-ға тең, нейтронда сіздерде 6-ға тең болып тұр. Енді осы атомның салыстырмалы атомдық массасын қарап отыру керек. Сізге қайсысы сай келіп тұр? А сізде 12, Б сіздерде 14, және де С сізде 39, Д 32, Е 35-те 5. Мынаның қосындысын қарайық. Протон мен нейтрон қанша болады? 12-ке тең болады. Осы протон мен нейтронның қосындысы қанша болса, сол элементтің бізде реттік номері сонша болу керек. Сонда 12-ге тең болып тұр. Бұл енді атомдық массасын уже тауып қойдық. Сондықтан да оны Менделеев кестесі бойынша қайсысы екенін, қандай атом екенін ашып қарасаңыздар болады. 12-ге қайсысы тең? Ол бізде көміртек. Түсінікті ме? Кеттік ары қарай. 1 моль мырыш күкірт қышқылымен реакцияға түскенде түзілген сутектің массасы тең. Сутектің массасын табу керек. 1 моль мырыш күкірт қышқылымен реакцияға түскенде қанша грамм болады? Бұны енді сіздер реакциясын жазасыздар. Мырыш күкірт қышқылымен реакцияға түседі. Есептейсіздер. Қазір 1 минут мен жазып өтейін.
1 моль мырыш күкірт қышқылымен әрекетке түскенде сіздерде не болады? Цинк SO4-ті өзіне тартып алады. Және H2 алады. Осы H2-ның сутектің массасы қаншаға тең? Массасы сіздер сұрап тұр. Мынада 1 моль берілген. Енді теңестіріп өтейік, цинк бәрі тең екен. Мына жерде де 1 моль. Енді бұның массасы X 1 моль болғандықтан, оның массасы 1-ге тең ғой. Кімнің массасы, цинктің массасын сіздер таблицадан қарайсыздар. Мына жерде массасы 1-ге тең болғандықтан, оны 2-ге бөліп кеткенде массасы 2 грамм. Түсінікті, дәл осы реакциядан жазып есептеп жүрсеңіздер болады. Әрі қарай, мына реакция теңдеуіндегі тұз қышқылының алдындағы коэффициент саны. Қарап өтейік, бұл реакция негізі теңестірілген ба, әлде жоқ па? Жоқ, теңестірілмепті. Не? Аргин, магнийдан біреу, магнийдан біреу. Хлордан мұнда 2 болып тұр. Сондықтан да мынаның алдына 2 қоясыздар. Және сутекті тексереміз. Сутек 2, мына жерде 4 болып тұр. Ал реакциядан кейін ол 2 ғана. Сондықтан судың алдына 2 қоясыздар. Енді тағы да тексерейік. Бұл 4, сутек 4, кислород 2, бәрі теңестірілді. Енді тұз қышқылының алдындағы коэффициент. Тұз қышқылы сіздерде міне ашқылы 2-ге тең. Жауабы Б болады. Келесі сұрақ. Молекулалық массасы үлкен. Енді мына жерде бір байқап қарасаңыздар, барлығы NO3. Демек, сіздер тек қана алдындағы санға қарайсыздар. Сутек, литий, натрий, калий, рубидий. Енді сутек массасы 1-ге тең. Литийдікі 5-ге тең ба? Кесте бойынша ашып қарасаңыздар, ең бірінші сутек, литий, натрий, калий солар тұр ғой. Ал рубидий ең бұлардан кейін тұр. Демек, дұрыс жауабы рубидий болады. Себебі ол кейін тұрғанның өзінде 37-ші орында тұр. Оның массасы барлығынан да жоғары болады. Сондықтан ең үлкен масса осы болады. Солай тез-тез методом отбора деп, мыналардың бәрін шетке шығарып жіберіп, мынау келмейді деп, дұрыс жауап табуларыңызға болады. Уақытты үнемдеу үшін. Келесі натрий SO4 тұзының аты. SO4 ол бізде сульфат. Сульфиді келмейді, сульфид келмейді, хлорид емес, карбонат емес, натрий сульфат. Қышқыл тұз. Мына тұздардың ішінде ең қайсысы қышқыл болады. Өзі түсінікті жағдай бұл жерде. Сутек көбейген сайын тұз қышқылырақ болып келе береді. Бұл да слабый болып түседі. Сондықтан да калий H2. Мұны жай ғана сіздерге жаттап алған оңай. Әлсіз электролит. Әлсіз электролитке H2S жатады. 0,1 моль күкірт қышқылының массасы тең. 0,1 моль күкірт қышқылының массасы тең. Енді жалпы күкірт қышқылының массасы молярлық массасы 98 грамм мольға тең. 98 грамм мольға тең. Енді дәл бұны сіздер көбейтесіздер 0,1-ге. Болады 9,8.
6,4 грамм күкірт оксидінің зат мөлшері. Дәл осы схема бойынша есептеп шығарасыздар. Оны граммға алмастырсаңыздар, сол молын сразу есептеп шығады. 0,2 моль болады. 0,3 моль көмір қышқыл газының қалыпты жағдайда көлемі. СО2 қалыпты жағдайда қалыпты жағдайда 22-де, 22-де 4 болады. Енді ол бізде X моль 3 моль берілген. Білім табу керек қой. Көмір қышқыл газының қалыпты жағдайда. Міне, мынау жалпы көбейткенде, қараңыздар, мына серге сай келмейді, мына серге сай келмейді. 4,4 мүлдем сай келмейді. Осылайынан 0. 0-ден кейін 0 тұрғы, тағы да бір 0 болу керек. Себебі Авогадроға көбейткенде ол 10 3-ші дәрежеде болғандықтан, ол 0,0 міндетті түрде болу керек. Келесі гидролиз нәтижесінде сілтілік ортта көрсететін тұздардың қатары. Сілтілік орта. Гидролиз деген жалпы су қосқанда, қайсысын су қосқан кезде сіздерде сілтілік ортан түзеді. Натрий КС литий. Бірден айтайық. СО3, СО4 бар. Хлорид болмайды. Осы тұз қатары бізде сілтілік ортаны көрсетеді екен. Мынау сай келмейді. Кітаптарыңызда нақты жазылған, не үшін екендігін ашып қарап отырсаңыздар болады. Ал негізі сіздер реакцияны, гидролиз реакциясын түсінгенде өздеріңізге нақты көрінетін болады. Азот қышқылындағы азоттық тотығу дәрежесі тең. Азот тотықтырғанда, +1 ион. Төмендегі реакция теңдеуін коэффициенттер қосындысына тең. Натрий OH, H2SO4, натрий 2, SO4. Бұны біз теңестірейік. Натрий OH-тың алды 2 болады, себебі реакциядан кейін натрий 2 болып тұр. SO4-тен біреу, енді қарайық. H. Бізде 2, мұнда тағы да 2, 4. Демек, судың алды 2 кетеді. Одан 2, SO4-тен біреу, натрийден 2. Ол теңесті. Енді осы коэффициент қосындысы 2 қосу 1, мынаның алдында 1 бар. 3, мынаның алдында 1 бар. 4, 2, 6 болады. Калий гидроксиді тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін заттар. Калий гидроксиді тұз қышқылымен не түзіледі? 2 тұз болады. Калий хлор, калий H хлор. O2 былайдан шығып кетеді. Су бөлініп шығады. Электролиттік диссоциациялану кезінде бір уақытта H+ және OH- иондарын түзеді. Міндетті түрде ол мырыш болады. Катион. Мынаның бәрі бізде анион. Минус, кальций 2+, міне катион. Электролиттік диссоциациялану кезінде хлорид ионын түзеді. Калий хлор әрине.
3 молекула натрий сульфатының диссоциялану теңдеуіндегі катион мен анионның қосындысы. Жаңағыдай H2 натрий 2 SO4-ті диссоциация бөлген кезде натрий плюс SO4 минус 3 молекула болғандықтан бұлардың қосындысы сіздерге түртпе тең болады. 4,4 грамм көміртек оксидін алу үшін қажет көміртек массасы. Көміртек оксиді 4 валенттілік. Так, 12, 1-2, 120, 12, 10 жоқ. 120 бұл жерде үтіріне қарайсыздар, міне, мынау 12, мынау 1,2, 120 сай келмейді. 0,12 жоқ, слишком аз, 10 грамм емес. 1,2 көміртек массасы. Егер жоғары оксидінің формуласы RO3 тең болса, ұшқыш сутекті қосылысының сәйкес формуласы H3R, H2R, H4R, H5R, HR. Ұшқыш сутек H2R болады. Үлкен периодтардың, кіші периодтардан айырмашылығы неде? Оның D және F элементтерін болуы. Жаңа ең бір сұрақтарда көргенде SP бар ғой элементтер, электрондық формуласы. Сол жерде D және F болса, оның периоды үлкен екендігін көрсетеді. Және соңғы сұрақтардың бірі 4-ші период 5-ші топтың негізгі топшасында орналасқан элемент атомның реттік нөмірі. Енді бұл жерде Менделеев таблицасын қолдарыңызға аласыздар. Қай жер деп тұр сіздерге? 4-ші период 5-ші топтың топ 4-ші период 5-ші топ 33-ке тең болып тұр. Оны сіздер Менделеев таблицасын ашып, қарап, тауып, белгілей саласыздар. Қалай, жалпы бұл тесттің негізгі мақсаты бойынша Менделеев кестесін балалар қаншалықты сауатты қолданылады тексереді. Период бойынша элементтердің реттік нөмірі өскен сайын қасиеттері қалай өзгереді? Металдық және бейметалдық қасиет артады. Период бойынша реттік нөмір өскесі. Металдық қасиет кеміп, бейметалдық қасиет артады. Жалпы білесіздер, Менделеев таблицасын былай екіге диагонал бойынша бөлсеңіздер, қай жағы металл, қай жағы бейметалл екені көрініп тұрады. Органикалық, неорганикалық деп. Сол жерде металдық қасиет бір жерде кеміп, бір жерде артады. Сондықтан осымен біздің бірінші нұсқамыз талдап өттік. Көбінде сіздерде сұрақтарыңыз таблица Менделеев кестесі бойынша көп кездеседі екен. Сондықтан да таблицаны міндетті түрде өздеріңізбен бірге алып кіріңіздер, себебі қолдануға рұқсат береді және көп есептерді, мысалы зат мөлшерін қалай анықтау, мынау массасын, көмірқышқыл массасын қалай табу керек деген сияқты сұрақтарға және де жаңа период бойынша, группа бойынша, таблицаны іздеп табу бойынша сұрақтар көп кездеседі екен. Бұл сіздердің 50% тестілеуден дұрыс жауап алады деген ойда. Келесі нұсқаларда кездескенше, қош сау болыңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Басқа да сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып, қалдырып кетіңіздер. Пока-пока.